құрметті ағайын, мен де осылай тойға шыққаннан кейін осы кішкене ойбай абысын қалайсыз, сәлем бердік. Қалыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Ана кредиттен құтылдыңыздар ма әйтеуір? Бопты әйтеуір. Мынау енді тойға шығып осы қазір мына қазақ келіндеріне шығып үгіт насихат жасап жүрмін. Сондықтан осы тойға келіп отқанда қазақтың келіндері баланың санын көбейту керек деген үгіт насихат. Әйел үшін әр бала туылған сайын ләззат екен. Қазіргі сөзбен айтқанда әр бала туылған сайын кайф екен. Мен сұрайыншы сізден абысын, қанша бала дүниеге алып келдіңіз? 5. Пожалуйста, 5 рет кайф. Болса барып қойыңыздар. Мынау енді қазір көріп отырмыз ғой, бәріңіз өздеріңізге жарасында әдемі киім келіп отырсыздар. Мынау енді кейбір тойларға барсаң, ойпырмай, біздің келіндер деген қазір страшно киінетін болды. Бір келіндер болады, бір келіндер. Мына жерге дейін ашық көйлек киіп алатын болыпты. Ол көйлектің аты бар екен. Жота жалаңаш, жотаға қарай алағаш деген көйлек екен ол. Бір келіндер болады, міне, екі шеті мына жерге дейін жырық көйлек киіп келетін. Ол көйлектің аты бәрі де сенікі, бар да сенікі деген көйлек екен. Ой, не? Бір минут үйде отыра тұрсаң болмай ма? Обязательно күйеуім екен білдіруің керек. Не? Айтып кеттік қой, магазинге бара жатық деп. Не болды? Қақ тұрсыңдар? Тойда? Саған тойға бар деп айттым демесем? Магазин мына жерде ғой, қазір барам ғой, не болды, өлдің ба? Аштан қалдық қой. Аштан қалдық. Өліп қамаш әйтеуір, өліп қамаш. Мен өтіп баратырмын, міне жерде той болатырмын, кіре салдым. Білесің ғой, мен өнерді жақсы көретінді. Өнер десе ішкен ашым жерге қоятын. Тойды жақсы көремін мен. Той жақсы көресің. Саған тимегенде ғой, мен қазір әнші болатын едім. Роза Рымбаевамен бірге ән айтатын едім. Білесің, мен қыз кезімде қандай бұлбұл әнші едім. Бұлбұл едім мен. Саған тиіп тауық болып кеттім. Сен маған не өкініп жүр екенсің, е? Онда ажырасайық екенбіз. Мен де саған тигенім өкініп жүрмін. Мен егер саған басқа біреуге үйленгенде шіркен-ай, бақыт болып көтеремін. Сен маған дейіп қайда бақыт болып отырсың? Маған дейіп бақыттан басың айналып жүрсің едің. Бақыттымын, міне, ойпырмай, бақыттымын. Ойбай, бақыттым көтеремін, ойбай. Бақыттан басың айналып жүр дейді ғой, бақыттан емес, менің қарным ашқаннан басым айналып жүр. Сен сонда маған дегеніңе өкініп жүрсің ба? Маған дегеніңе өкініп жүрсің ба сен? Онда ажырасамыз. Мен де өкінем, тілегім 4 бөлінеді. Мен осынағы үйлендім осы Күлбашқа. Ана Мадинаға үйленгенде мен бақыт болып көтеремін. Тілегім 4 бөлініп жылап жүрдім мен қазір. Үйленмеді ме сол Мәдинаңа? Үйленем. Екі аяғын бір етікке тығып секіріп жүретін бүйтіп. Ажырасам деп, ажырасқанда мәз боласың ба? Мен қор болмай, мен әнші болып кетемін. Сен, ай, түрің-ай, нормально. Ойы бір қарыс. Жасың болса 40-тан ас. Соғырғап қаласың ғой, байқұса тәшкайдоға жарамайсың ғой, сен шықым ғой. Не жаймайы сердцем? Зачем топтать мою любовь? 40-қа келді мен семьятсың ба? Үйленем. Бір емес, надо будет бар ма? 4 қатына бар. Бәрі қыздай адам. Сен маған ұрыс болдың. Бірінші әйел ұрыс, екінші әйел арыс, үшіншісі үш бұрыш, негіз 4-өөден қайтқан дұрыс деген сөз бар. Мен 4-өөден қайтам, бітті. Все, 4 қатын алам мен. Айтып тұрған сөзің бар 40-қа толғанда. Өмірі 20 жыл болды отандасқанса, аузынан бір жыл сөз естімедің ғой. Аузында иман жоқ бәлесің ғой сен. Аузың иман білмейтін, бұтың құман көрмейтін бәлесің ғой сен. Ажырасам деп тұрсың ба? 4 қатын алғанын көремін. Ажырасың ба? Все. Ажырасам. Мен де тесік моншақ жерде қамайды, Құдайға шүкір. Мен де қор болмаймын. Ажырасам бітті. Күлпаш шындап баратсың ғой сен, е? Серьезно айттым. Өлдемен білдеге орайым, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір қолына келеді. Өлдемен білдеге, сен үйленер кезде айтқансың осы сөз. Кән, өлдемен білдеге орайым деп қояды. Кән ораған, кән өлдемен білдеге, кән. Тұр ғой, мына үлде, нормально. Тұр ғой. Үйде просто надымасқа оранатын ештеңе жоқ. Ойпырмай, қолымды алтынға толтырып қоям, құлағымды алтынға толтырып қоям. Кән, өлдемен жарқырайма, кән. Или құлағым сыңғырлап тұрма. Қош болды. Болды, бітті, ажырасам, бітті. Күлпаш, болды. Бүгіннен бастап айтқан. Өлдемен де орайым. Алтынмен аптайым, күміспен қаптайым. Бұл өмірдегі ең бақытты әйел сен қылам. Осы сөзді естіп жүргеніме 20 жыл болды. Құлағым сасып бітті жүр менің. Бітті, Тошка, мен сені шаршадым.
тапқаның Құдайға шүкір тәубеде Өзге ешкімге қимайтын-ау, сыйлайтын-ау жанымсың Бір Құдайым маған берген басымдағы бағымсың Өзге ешкімге қимайтын-ау, сыйлайтын-ау жанымсың Бір Құдайым маған берген басымдағы бағымсың Шаршамыз ба? Иә, кет қана. Ойбай, мен жасамдық қойс. Белің қайда, аяғым қайда қалған білмей қалдым. Ай, арылдарсың қаппассың, менен жақсы таппассың деген осы ғой. Былай етейік. Екеуміз оса бергенен түк таппасын, мына қайта келін мені әлемді қайнымызға. Не дейді әлгі, мысал болып, екеуміз мына жерден тату кетейік. Бірақ біз енді құрадақан келген жоқпыз. Өзімнің бір қайын сіңілім бар еді. Туыласа билеп кеткен. Сол қайсыңды жарса тұрып шақырайық, сол әдемілеп билеп берсін. Мен саған әдемілеп шай берейін, әме шақа бар.